Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен түрік халқының ыстық тағамы долманың рецептімен бөліспекшімін. Ал бисмилля деп бастайық. Біз үшін ең қажетті ингредиент бұл жүзімнің жапырағы. Сіздер банкіде жалған түрлерін алып істесеңіздер де болады. Бұл менде свежий жүзімнің жапырағы, өзімнің үйімдегі. Осыны ыстық суға қойып 15 минутқа қоямын. Сосын ол осындай болып шығады. Содан кейін фаршымызға пиязымызды салып, жақсылап араластырып, специяларды себеміз. Мен қандай дәмдеуіштер пайдаланғанымды описание бөліміне жазып қоямын. Сіздер өз қалауларыңызша қандай дәмдеуіштер ұнайды, соны қосып жасасаңыздар болады. Ең басты фарш пен пиязымыз осылай жақсы араласып қуырылуы бұл долмадағы ең бір ескере кететін жайт. Одан кейін үстіне күрішімізді салып араластырып 1-2 минут бұқтырамыз, бетін жауып қойып. Одан кейін 1-2 минут бұқтырылғаннан кейін дайын болған начинкамызды жүзімнің ортасына 1 шай қасық салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Сол кезде ол шығып кетпейді. Және осындай қазанымызға ештеңке жақпаймыз, түбіне май ештеңке салмаймыз. Құрғақ қазанымызға орналастырамыз оралған жаңағы долмаларды. Міне осындай болып шығады. Бетін тарелкамен жауып, 3 жағына сары май саламыз. Және бетіне долмаларды жауып тұратындай су құйып, бетін жауып, бір қайнағаннан кейін астын жай отта жарты сағат пісіреміз. Міне осындай болып дайын болады. Дәмді долма дайын. Ас болсын. Осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.